Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызылшадан рулеттің жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен қызылшамызды ашып, терканың ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Және 3 жұмыртқаны ақ уызынан сары уызын ажыратып аламыз. Сары уызын қызылшаның үстіне саламыз. Жұмыртқаның ақ уызын аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Қызылшамызға 1 шай қасық тұз қосамыз. 1 ас қасық сұйық май қосып әбден араластырып аламыз. Жүгері крахмалын қосып тағы араластырамыз. Біркелкі етіп араластырған соң үстіне ұн қосып жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық қант ұнтағын қосып араластырамыз. Енді үстіне ақ уызымызды 2-3 бөліктен қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң протеинге пергамент қағазын төсеп біркелкі етіп жайып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Алдымен 1 пучок укропты ұсақтап турап аламыз. 300 грамм творожный сырға қосып араластырамыз. Салқындаған бисквитімізді пищевой пленканың үстіне түсіріп, творожный сырымызды әдемілеп біркелкі етіп жайып шығамыз. Жайып болған соң селедкамызды тізіп шығамыз. Болған соң пищевой пленканың көмегімен рулет етіп орап шығамыз. Дайын рулетімізді 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз, немесе 1 түнге қоямыз. Менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты.